Қайырлы күн, достар. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Асель, мен психология мен рухани даму жолындағы ізденушімін. Бүгін кешегі тақырыпты жалғастыратын боламыз. Дерт, аурудың шығу жолдары мен емделу жолдары. Бүгін нақтырақ тақырыпты қозғау үшін онкологиялық дерттерге тоқталғым келіп отыр. Неге? Себебі өкінішке орай соңғы кезде бұл дертпен ауырып жатқандардың саны тым күрт көбеюде. Сол себепті біреуіңізге болмасын, біреуіңізге пайдасы тиер деп осы тақырыпты қозғағым келіп отыр. Достар, менің пайымдауымша, әрине мен келіспеулеріңіз де мүмкін, бірақ негіз алатын болсақ, онкологиялық ауру жоқ. Онкологиялық ауру жоқ, онкологиялық мышление бар. Рак ауруына шалдығатын адамдарды 3 типке бөлуге болады. Қазір кейбіреулеріңіздің көңілдеріңізге тиіп кетсем, айып етпеңіздер, бірақ маған келген адамдардың тәжірибесіне қарай отырып, менің ұстазымның ілім-біліміне, оның да тәжірибесіне қарай отырып, мен осы 3 типке бөлдім. Біріншісі ол қырсықтар. Қырсық адамдар онкологиялық ауруға тез ұшырайды екен. Екінші тип тәкаппарлар. Үшінші тип, кешіріңіздер, кекшіл адамдар. Енді әрқайсысына қысқаша тоқтала кетейік. Бірінші тип қырсықтар. Мысалға, онкологиялық ауруға ұшырап, одан жазылмайтын кісілер, немесе өте қиын жазылатын кісілер осы қырсықтар болып табылады екен. Ол қалай? Яғни, өзінің ойынан қайтпайтын, тек қана соның ғана ойы дұрыс, ешкімнің ойымен келіспейді. Өлсем өліп кетейін, мен өзгермеймін. Өлсем өліп кетейін, мен кешірім сұрамаймын. Өлсем де оны кешірмеймін. Деген осындай сөздерді жиі айтады ондай кісілер. Және өзінің ғана ойының дұрыстығына кәміл сенімді болып, соған қатып қалатын адамдар. Былайша айтқанда қырсықтар. Өкінішке орай қырсық адам өзінің мировоззрениесін өзгертпесе, өзінің осы қырсықтығын жеңбесе, ол ауруды жеңуі екі талай. Өкінішке орай, достар, осылай. Бұл жерде айта кетейік, мен дәстүрлі медицинаға қарсы емеспін. Жоқ, мен бірақ дәстүрлі медицинамен қоса, адам егер шынайы емделгісі келсе, мына жермен жүрегін емдеуі тиіс дейтін адамдардың қатарынанмын. Өйткені өздеріңіз білесіздер, өкінішке орай онкология қазір 100%-ға емделмейтін дертке айналып бара жатыр. Кемде-кем адам 10% жазылса, 85-90% өкінішке орай, орысша айтқанда летальный исход болып жатады. Менің өзімнің де отбасымда бұл дертпен кесіккендіктен, менің өзіме де осы дертті қойғандықтан, мен бұл жайында сіздермен кішкене бөлісетінім бар. Екінші жағдай, екінші тип мышления, олар тәкаппарлар. Тәкаппарларды рак ауруы жақсы көреді. Өйткені олар: маған ақыл үйретпеңдер, мен и так бәрін білемін, яйцо курицу не учит, ақылдарың өздеріңе, деген сияқты бағана қырсықтыққа ұқсайды. Негізі қырсықтық пен тәкаппарлық екеуі өте ұқсас дүниелер ғой, ұқсас мышление ғой, былайша айтқанда. Осындай тәкаппарларда өзінің эгосын сындырып, өзінің эгосын жеңіп, өзінің бағанағы мен айтқандай мировоззрениесін өзгертіп, әдетін, мінезін, соның арқасында тағдырын өзгертпесе, онкологиядан жазылуы өкінішке орай өте қиын болады. Үшінші типтегі, кешіріңіздер, олар кекшілдер. Яғни, өзінің өкпе-ренішін ұмыта алмайтын, немесе ұмытқысы келмейтіндер. Былайша айтқанда, мен бәрін ұмыттым, мен ешкімге ренжімеймін деу мүмкін, өзі де соған сену мүмкін. Бірақ в глубине души, яғни жүрегінің түбінде сол өкпе-ренішін ұстап қатып қалатын, түп санасына әбден әдемелеп, шегелеп қоятын адамдар өкінішке орай өмірінің соңында осындай ауруға шалдығуы әбден мүмкін. Өйткені онкология деген не? Онкология деген тәннің қандай да бір жерінде, қандай да бір органда ісік пайда болады. Уплотнение деп айтады, орысша. Бір ісік пайда болады, сосын ол да бір качественный болады. Одан кейін оны егер тауып алып, емдеп жоймаса, ол злокачественный, яғни ракке айналып кетеді. Өздеріңіз білесіздер, рактың 4 түрлі стадиясы болады. 4-ші стадиясына келген кезде 95% адамдар жазылмай жатады, өкінішке орай. Бұл бірінші, екінші, үшінші, төртінші стадиясы ненің белгісі?
менің ойымша бірінші стадиядағы ракпен ауыратын адамдар бағана қырсықтар болсын, тәкаппарлар болсын, кекшілдер болсын, олар әлі де бағанағы өкпе-ренішін немесе өзінің дұрыс емес установкасын, өзінің дұрыс емес көзқарасын глубоко жүрегіне тығып үлгермеген адамдар. Екінші стадия уже жүрекке түсті деген сөз. Бағанағы қара негативті энергия, өкпе-реніш, қырсықтық, тәкаппарлықтың дәні уже жүректе тұр деген сөз. Үшінші стадия жүрекке ол уже дәнін септі деген сөз. Төртінші стадия жүректі жаулап алды деген сөз. Былайша айтқанда бағанағы қара энергия, өкпе-реніш, тәкаппарлық, қырсықтық секілді негативті дүниелер адамның жүрегін жаулап алса, адам төртінші стадиялы ракке ұшырауы мүмкін екен. Енді қараңыздаршы достар, мен бұл жерде дұрыс түсініңіздер да, онкологияға шалдыққан адамдарды кінәлаудан аулақпын. Жоқ, өйткені өзім де жолыққанмын ондай дертпен, менің анам да жолыққан ондай дертпен. Сол себепті мен өз басымнан өткендіктен де түсінемін, ол қаншалықты қиын екен, қаншалықты ауыр екен. Сол себепті дәл осы жерге келгенде видеоны өшіріп тастап, немесе маған ренжіп, өкпелеп қалудың орнына менің сөзімді соңына дейін тыңдауларыңызды сұраймын. Қырсықтар, тәкаппарлар, кекшілдер деп айтып отырғаным, қаттырақ естілуі мүмкін шығар, бірақ өздеріңізге шынайы тұрғыда қарай алу үшін мен әдейі осы сөздерді қолданып отырмын. Бірақ басқаша сөздерді табылмадым да, шынымды айтсам. По-мягкому жеткізгім-ақ келді, бірақ просто мүмкін емес та басқа сөздерді бұл жерде қиыстырып жіберуші, как есть айтып жатырмын былайша айтқанда. Бірақ осының арқасында сіздер өздеріңізге шынайы үңіліп, шынымен де мен қырсық емеспін ба? Бәлкім мен тәкаппар шығармын. Бәлкім мен расымен де кекшіл шығармын. Ұмыттым, кештім дегенмен менің мына жерімде тұрған шығар. Бәлкім мен өзімнің ойлау жүйемнің теріс бағытта кетіп қалған, байқамай да қалған шығармын деген сұрақты өзіңізге қойып көре алсаңыз деген ниетпен мен осылай сәл қаттырақ айтуға мәжбүр болып отырмын. Егер осы жағынан, дұрыс жағынан қабылдап, түсініп, өзіңізге осы сұрақтарды қойып көрсеңіз, бәлкім сұрақтың жауабы табылар және өзіңізді аты жаман дерттен оңай құтқарып аларсыз. Негізінде онкологияны емдеу, кез келген ауруды емдеу секілді оңай, қиын ештеңесі жоқ. Тек қана не істеу керек? Бір ғана нәрсені істеу керек. Қырсық болсаңыз, қырсықтығыңызды мойындап, қабылдап, кешірім сұрайтын адамдардан кешірім сұрап, алғыс айтатын адамдарға алғыс айту керек. Тәкаппар болсаңыз, дәл сондай тәкаппар екеніңізді мойындап, қабылдап, кешірім сұрайтын, алғыс айтатын адамдарға барып, ішіңіздегінің бәрін мойындап шығарып айту керек. Кекшіл болсаңыз, бір нәрсені ұмыта алмай, кешіре алмай жүрсеңіз де, өзіңізге мойындап, шынайы бірақ сол кек сақтап қалған, ренжіп қалған, түсінбей қалған адамдарға барып ашық сөйлесу керек. Мен бұл практиканы покаяние деп айтам. Мен өзім ұстазым деп санайтын кісі Дмитрий Троцкий деген ютубта, инстаграмда қарасаңыздар, ақпараттары тегін толып жатыр. Ол кісінің жалғыз кітабы бар, покаяние деп аталады. Қазақшасы тәубе, былайша айтқанда. Сол кітапты да оқуға баршыларыңызға кеңес беремін. Ол осы практиканы практиковать етеді, яғни бәріне насихаттайды. Қазақ тілді аудиторияға осы кітапты, осы ілім-білімді мен де насихаттап жүрген жайым бар. Себебі осы покаяние практикасы арқылы мен кезінде өзімнің яичниктерімдегі доброкачественный опухольдарды емдеген болатынмын. 2018-19 жылдары еді бұл. Содан кейін мен осы практиканы түбегейлі зерттеп, бірінші сенім пайда болды ғой, өзімнің басынан өткен екен, адамда сенім пайда болады. Айналаңдағы адамдар осыны қолдану арқылы рактан, спидтан, туберкулездан, сахарный диабеттен, миллиондаған долларлық қарыздардан құтылып жатқан екен. Балдарының тіпті ДЦП-ның легкий бір варианттары, ЗПР, ЗРР деген сияқты тіпті аутизмнің легкий стадияларынан балаларын емдеп жатқан екен. Мен бұл практикаға кәміл сенімдімін. Неге екен, сіздерге түсіндіріп дәлелдеп беруге тырысамын. Бұл емдеген адамдарды мен қайдан білем? Біріншіден, 1,5-2 жылдың ішінде
мен мыңдаған адамдармен жұмыс жасадым. Соның ішінде де рактан, ісіп кеткен зоптан, ЗПР, ЗРР, жаңағы сөйлемейтін балдар, соған жатады. Жаңағы атын айтса қарамайтын, мүлдем көңілін аудартпайтын, аутизмнің легкий вариантынан менің де клиенттерімнің арасында жазылған адамдар болғандықтан мен 100% сеніммен бұны айта аламын. Шүкір, мен емес, мен арқылы мен тек бағыт бердім, осы практиканы түсіндіріп бердім, насихаттадым. Соны жасаудың арқасында ол адамдар осындай керемет, ғажайып нәтижелерге жеткен жай бар. Онымен қоса, бағана айта кеткендей, менің ұстазым деп санайтын кісі Дмитрий Троцкийдің онлайн матрешки атты клубы бар. Сол клубта 10 мыңнан аса адам отырады. Сол жақта да адамдар өздерінің нәтижелерімен бөлісіп, өздерінің жетістіктерімен бөлісіп жатады. Онлайн соның бәрін көріп, хаттарын оқып, жіберген жаңағы анализдерін, жазылған жаңағы медицинский справкаларын, учеттан шығарғандарын бәрін көрген кезде бұған хочешь не хочешь сенесің. Қазір мен сіздерге осы практика жайында айтып болғаннан кейін сіздер де осы дүниені жасау арқылы, яғни қазақша айтқанда тәубеңізге келу арқылы өзіңізді мазалайтын ауыр дерттен, бәлкім ауыр проблемаңыздан арыларсыз деген үміттемін. Сол үшін мен осы видеоны қазір сіздерге арнап жазып отырмын. Жарайды, бағанағы онкологияға қайтадан оралайық. Өзімнің мысалымда қысқаша айтатын болсам, менде по женскому өте көп диагноздар болды. 2017 жылмен тұрмысқа шығамын, бір жылдай менде бала болмайды, сосын как обычно врачтарға емделіп бастаймын. Сол кезде өмірімде бірінші рет гинекологқа барған адам, мен целый букет диагнозбен шыққан едім. Оның ішінде маткадағы полиптер, оның ішінде жаңағы яичниктегі кисталар деді, сонымен тексеріле келе трубаларда спайка, гидросальпинс, в общем, непроходимость деген не қойды, диагноз қойды, және миома. Маткаде миома өсіп жатыр деді. Бұлай лечение жасайын десе, гормональный беренсе миомалар өсіп кетеді. Трубалар тазалайын десе, яичникте эндометриоз, кисталар бар деді. Ол кисталарда уже су жиналып жатыр деді. Сонымен онкогистологияға жібереді. Ол жақта доброкачественный деп келеді. Ана екі яичниктедегі киста ісік. Ол любой момент злокачественныйға айналып кетуі мүмкін деді. Онымен қоса эрозия бар. В общем, целый букет қана жақта. Өмірі ондай дерттермен кездеспеген адам, мен бір десен басыма бір суйғандай болды жаңа жерде. И то врачтар болса да сұрайды ғой, сенде бар ма отбасында деп. Менің онкологиямен ауырған адамдар. Менің анам, менің алдыңғы видеоларын көрген болсаңыздар, мен бұл жайында талай айттым, рак яичниковтан қайтыс болған еді. Сөйтіп, у тебя это предрасположенность, тұқым қуалаушылық дейді. Сонымен бәрі мен сразу операцияға жібермекші болады. Операция немесе луч, сосын ары қарай көреміз, бәлкім химия аласың, бәлкім керек емес болады деп солай нететін. Ал мен енді ғана тұрмысқа шыққан адам, бала да тумағанмын, сол себепті, ең басты фактор бұл жерде, мен анамның онкологиядан қайтыс болғанын көріп, ешқандай ем-домның көмектеспегенін көріп, Астанаға барса да, Китайға барса да, сол бір диагноз, сол бір лечение екенін көргеннен кейін басқа альтернативный метод лечения іздей бастадым. Ютубта ақтардым, кітаптарды ақтарамын, Луиза Хей, Валерий Синельников бар ғой, возлюби болезнь свою деп, солардың бәрін оқып, бір нәрсе бар ғой енді бұл жерде, бір нәрсе бар. Бекерден бекер бұл ауру маған кезіккен жоқ. Ақыры кешіріңіздер, ақыры бұл ауруды медицина емдей алмаса, бірақ Құранда айтты, мен сендерге дертмен бірге оның шипасына бердім деді. Значит, Құдай бұл дерттің шипасын берген ғой, мүмкін емес қой деп, білмеймін, мен мына жерім медицинаға қанағаттанбай, былайша айтқанда, немен аяқталатынын примерно біліп тұрып, басқа жолды іздеуге мәжбүр болдым. Сөйтіп, ютубта случайно, хотя мы знаем, да, случайностей не бывает, мен Троцкий деген кісінің видеоларына, лекцияларына тап боламын. Сөйтемді ананың 2 сағат, 3 сағаттық бүкіл лекцияларын ютубтағы көріп шығамын. Сосын кітабын аламын, оқимын. Бірақ ақпаратты білгенмен, оны жасамағаннан кейін менде нәтиже жоқ. Білем, бірақ жасай алмаймын.
Сосын неде Троцкийдің матрешки деген онлайн клубына тіркелдім. Ол жақтағы матрешкалармен біз 2 аптада бір рет кездесіп тұратынбыз. Мен ол кезде Алматыда тұрамын. Сол жақта кітапты талқылаймыз, Троцкийдің айтқан ілім білімін талқылаймыз, сөйтіп бір-бірімізге көмектесуге тырысамыз. 1 бардым, 2 бардым, 3 бардым. Диагноздарым әлі сол, ешқандай нәтиже жоқ. Бірақ мен ешнәрсе жасаған жоқпын, тек ақпаратты біліп алдым. Осылай екен деп. Сонымен ол жақта в основном орыстар, қазақтар өте аз. Сөйтіп бір барам, айтам, менде осындай проблема, менде осындай диагноздар. Олар айтады, покаяние жасадың ба дейді. Покаяние деген, достар, өзіңнің ең жақын адамдарыңа барып, ашық отырып сөйлесу, былайша айтқанда тәубе жасау, тәубеге келу. Троцкийдің айтуы бойынша покаянияны бірінші мамаға жасау керек, одан кейін папаға, одан кейін бауырларға, одан кейін жақын адамдарға дейді. Мама мен папаға жасасаң да, негізі соның өзі сенің 80% проблеманы шешеді деп айтады, ол всегда гарантия деп айтады. Сөйтіп ойлап қоямын. Мен енді өзімше білгішпін ғой, кезде ақылшымын, өзімше қырсықпын, тәкаппарлығымда асып жатыр. Үстіме ойлаймын, ол практика, по-моему, ол кезде психология енді дамып келе жатыр еді 2018 жылдарда. Мен ойладым, ол практиканы мама папасына реніші бар адамдарға, әке-шешесімен қарым-қатынасы дұрыс емес адамдарға, маған қатысы жоқ, менің мамаға ешқандай ренішім жоқ. Мен сөйтіп мамам қайтыс болып кеткен. Папаға тартқан ондай ешқандай өкпем жоқ, білмеймін деп жүрдім, 1 жылдай жасай алмай жүрдім, былайша айтқанда покаянияны. Сонымен 1 барам, 2 барам матрешкалармен кездесуге. Сөйтіп бір кезде нешінші рет білмей барған кезде айтам, маған ешнәрсе көмектеспей жатыр. Мен врачтарға барсам, маған операция жасаймыз деп жатыр деймін ғой. Сол кезде есімде бір орыс келіншек, үлкендеу әйел маған айтады, сен покаяние жасадың ба дейді. Айтам, жоқ, жасамадым. Сен бұны уже нешінші рет осылай жауап беріп жатырсың, Асел, білесің ба дейді. Я білемін деп. Бірақ бұл покаянияның маған қатысы жоқ деп қоямын ғой. Сөйтіп маған айтады, сен покаянияның саған қатысы жоқ. Сен эксклюзивный, индивидуальный адаммын деп ойласаң, значит, сен Троцкийдің теориясына сенбейсің, яғни Троцкийдің философиясына сенбейсің дейді. Олай болса, бізбен кездесуге не үшін келесіз? Біз оның философиясын ұстанатын, соған сенетін адамдармыз ғой. Сол арқылы өзіміздің өмірімізді реттеп жүрген адамдармыз. Мен саған Троцкийдан артық бұл жерде ешнәрсе айта алмаймын. Мен тек соның айтқанын қайталаймын. Покаяние жаса, жасамасаң жылама. Немесе өлімге дайындал или операцияға дайындал. Прям, если не хочешь, готовься к смерти деп спокойно айта салды, сонымен мына жеріме қатты тиді. Сөйтіп қырсықпын ғой сол кезде. Қарасаңшы, 1-ші типке жататын болып тұрмын ғой мен. Қырсығып ана елге покаяние жасаймын, көрсетемін саған жасамағанды деп шу. Қазір рахмет айтамын, әрине, сол кісі маған қатты сөйлегенде, бірақ өйтіп сөйлемегенде мен оянбас едім. Қырсықтығымның арқасында мен ауруға шалдықтым да, бірақ сол қырсықтығымның арқасында мен осы аурудан айықтым деп айта аламын. Қырсығып үйге барамда покаяние жасаймын. Қараңыздар, покаяние тірі адамдарға алдына барып сөйлесу. Алдына барып, тізерлеп отырып сөйлесу. Прямо алдына барамасаңыз, телефонмен звондап сөйлесесіз, немесе WhatsApp-пен сообщение жасасыз. Ал өмірден өтіп кеткен адамдарға 40 күн хат жазамыз. Қазақ вообще 40 деп бекер айтпайды. 40 деген бір циклдың аяқталуы, негізі эзотерикалық сенім наным бойынша. Қазақ оны бұрыннан білген. Сол себепті бала туылған кезде де оны 40-нан шығарған, 40 күн оны мәпелеп, сыртқа шығармай, тіпті киімінің өзін сыртқа далаға жаймай, анасында жаңадан туған жас ананы да көшеге шығармай, бөтен адамдарға көрсетпей, көз тиеді, сөз тиеді деп мәпелеп, екеуін 40 күнге дейін сақтайды, былайша айтқанда, сақтандырады. Қайтыс болған адамның да 40-ын беру қазақтың үлкен даналығының, үлкен бір осындай энергиялық тұрғыда ілім білімнің білетіннің дәлелі. 40 деген жаңағы астралды бір значениесі бар, сакральный бір значениесі, астралды деп кешіріңіздер, сакральный значениесі бар, сондай бір циклдың аяқталатын мерзімі. Сөйтіп айтады, қайтыс болып кеткен адамдарға енді барып сөйлесе алмайсың ғой, 40 күн хат жазасың дейді, күнделікті үзбей арасын, 40 күнде 40 хатты бітіріп өртеп тастайсың дейді. Сонымен жарайды деймін да, қырсығып отырып, қайтыс болып кеткен анама 40 күн хат жазам. Басында менде ешнәрсе шықпайды. Мама, мен сені жақсы көремін, мама, рахмет, мама, алғыс. Где-то 20-25 күн осылай жазам. Бір-екі рет до конца 40 күнге дейін бітіре алмай тастап кеткен кездерім де болды. Өйткені жоқ ешнәрсе не жазам, бұл точно мамасына ренжіген адамдарға арналған менің
ренішім жоқ деп қырсығып әлде де қоймаймын ғой. Сөйтіп амал жоқ, 40 күн бітіру керек болды. Үшінші рет басынан бастап 40 күн жаздым. 25-ші күнде примерно даже 30 күнге дейін, бір айға дейін менен еш нәрсе шыққан жоқ, тек жақсы сөздер, алғыс. Сонымен 31 нәрсе үшінші күн есімде жоқ, 2-3 бет жазып тастап қойдым. Өзі шығады екен, өзі оказывается шығады екен. Тіпті өкпе реніші жоқ дейтін менің өзімнің өкпе ренішім толы екен. Өте көп ашы өкпе реніш, ыза, кекке дейін шықты, мысалға ненавистке дейін шықты. Соның бәрін Троцкий айтады, ұялмай, қызармай. Ол бізде қазақта қайтыс болған адамның артынан жаман айтпайды дейтін сөз бар ғой. Сол наным сенімді ұстанбай не шығады соны жазамыз. Өйткені ол өмірден өтіп кеткен кісілер бәрібір энергиялық тұрғыда біздің қасымызда жүргендіктен біздің жүрегімізде не болып жатқанын олар көріп тұр деп ойлаймын. Сол себепті жасырудың қажеті жоқ, как есть айта беру керек, яғни жазу керек. Сонымен где-то бір аптада неше түрлі бәле шығады ғой ішімнен. Өкпе, реніш, сағыныш, ыза, кек, түсінбеушілік, в общем, бүкіл негативті, бүкіл спектр эмоция шығады менен. Бір жеңілдіп тазарып қаламын ғой, әр хат жазған сайын еңіреп жылаймын, өз-өзімді жек көремін, өз-өзімді кінәлаймын, анамды кінәлаймын, Құдайды кінәлаймын, анамның өмірден ерте өтіп кеткеніне наразымын, Құдайға наразымын. В общем, бүкіл ішімдегі эмоцияларым шықты. Ең соңында 39-шы, 40-шы күні вот сол кезде шынайы алғыс шықты. Кешірім сұрау, алғыс. Сөйтемін да әкеме звондаймын. Ол кезде ол басқа қалада, мен басқа қалада. Сөйтіп как раз ораза қадір түнін пайдаланып отыр. Мен ол кісіге звондап, ұзақ сөйлескен жоқпыз, 5 минут шығар ары кеткен кезде, бірақ кешірім сұрап, өзімнің ақымақтығым үшін, өзімнің топастығым үшін, өзімнің тәкаппарлық қырсықтығым үшін, өзімнің перзент рөлімде болмай, оған ақыл айтуға құқығым бар деп ойлап қалғаным үшін, оны сынауға, оны іштей сырттай сынап, мінеп, сөйтіп ол туралы әртүрлі ойда болуға құқығым бар деп ойлап, талай қателіктер жасағанымды мойындап, ұялып тұрсам да, кешіріңіз, мен осылай жаман ойларым болды, кешірім сұраймын деп, кешірім сұрап, алғысымды айтып, алғыс махаббат сөзі одан кейін өзі айтак шығады. Солай сөйлестім. Сіздерге енді өтірік шығар, бірақ маған шын, оның дәлелі мен қазір тірі отырмын алдарыңызда. Менің диагноздарым бәрі өздері жоқ болып кетті. Өздері снимация етіліп кетті. Ең бастысы, яичниктегі кисталар өздері рассасываться етіп кетеді екен. Су да жоқ, уплотнениесі да жоқ, маткадегі миома да жоқ, полиптер де жоқ. Хотя гинекологтар көрген сайын маған ойбай, не деген полипні, бір жара-жара жырып-жырып тастаған сияқты, как будто деп сөйтіп шок болатын мен тексерген врачтардың барлығы. Бірақ жоқ оның барлығы. Тіпті трубадағы непроходимостің өзі реттелген. Қазіргі таңда менің бүкіл органдарым сау болып, әп-әдемі болып тұр, достар. Оның барлығы неден? Оның барлығы покаяние жасаудың арқасында. Покаяние деген не? Ішіңдегі бүкіл сезімдерді мойындау. Бірінші шақ осы, мойындайсың. Жақсы сезімдер болса да, жаман сезімдер болса да, өзің ұялатын, қысылатын сезімдер болса да, барлығын как есть мойындайсың. Былайша айтқанда шынайылыққа келесің. Оны кешір арқылы айту керек. Кешір арқылы жазу керек. Мысалға, кешіріңіз, мойындайын, бірақ мен осындай сезімдерді сезінемін. Мен, оказывается, сізді жек көреді екенмізге, ренжіген екенмін, сізді балағаттаған екенмін, сізді өсектеген екенмін, сізді сынаған екенмін деген сияқты. Мысалы, кімде қандай сезімдер бар? Мен әлі күнге дейін ренжіп жүр екенмін деп ішіндегі бүкіл сезімдерді мойындау, былайша айтқанда. Одан кейін сол сезімдер үшін кешірім сұрау. Кешір, бетіңе күлгенмен артымда осындай дүниелер тұр мен ішімде. Одан кейін сол, мысалы, қиын жағдай, өкпе реніш, басқа да бір қиын ситуациялардың арқасында не түсіндің? Соны бірінші өзіңе ойланып, немесе психологпен барып сөйлесіп, өзіңе психотерапия жасасаң, осы түйінге келесің. Себебі кез келген қиын жағдайдың астарында біздің өтетін сабағымыз жатады. Сол сабақты түсінгенім үшін, сол сабақты өтуге сен маған көмектескенің үшін мен саған рахметімді айтамын.
және кезінде сен маған осы сабақты өтуге ұстаз, көмекші болып жүргеніңді түсінбей, өзімнің сабақтарымды түсінбей, саған ренжіп, өкпелеп, сенен алшақтап, сені жек көріп, сені кінәлағаным үшін кешірім сұраймын деп шынайы адам ретінде де, рух ретінде де кешірім сұрап, алғыс айтып басыңды ию, осы покаяние, тәубе, яғни шынайылыққа келесің. Бірақ достар, қараңыздар да, шынайылыққа келіп покаяние жасау бір бөлекті, барып алып кінәлап, ішіңдегі уыңның бәрін шашып кету, ол бір бөлек. Сол себепті, егер сіз шынайы покаянияға дайын болмасаңыз, ең дұрысы арнайы маманға, яғни психологқа, психотерапевтке, тіпті қажет болса барып, өзіңіздің өміріңіздегі қиын жағдайларда адамдармен қиын қарым-қатынастарыңызды талқылап, бір мәмілеге келіп алғаныңыз дұрыс, бір мәмілеге өзіңізбен келіп алғаныңыз дұрыс. Өз-өзіңізге сол болып жатқан жағдайларды, сол жағдайлардағы адамдардың іс-әрекеттерін, сіздің реакцияңыздың, сіздің іс-әрекеттеріңізді өзіңізге түсіндіре алсаңыз, сіз ол адамға да түсіндіріп, ол адаммен де шынайы сөйлесе аласыз. Олай жасамайсаңыз, барып просто айту, кінәлау, өзінің ішіндегі уыңды шашу болып қалуы әбден мүмкін. Мен бұны неге ескертіп айтып жатырмын? Өйткені маған консультацияға ханымдар келген кезде мен осы покаяние түсіндірем ғой, или мен дұрыс түсіндірмеймін ба, или ішіндегі өкпе наланы дұрыс шығаруды білмей ма? Кейбір адамдар осы қателікті жасаған болатын. Өйткені маған былай хабарласады да, мен покаяние жасадым, бірақ одан бетер қарым-қатынасымыз бұзылып кетті. Одан бетер ол маған ренжіп қалды. Сосын сұраймын ғой, давай сөзбе-сөз не деп сөйлестіңіздер, не деп айттыңыз деп. Кейде солай сөйлесуге мәжбүр боламын маған келген кісілермен, потому что артық қылам деп тыртық қылып қоятын жайлар бар. Олар айтады, мен барында, сен кешір, конечно, бірақ сен мені ренжіттің, сен мені өкпелеттің, соның кесірінен мен ауруға шалдықтым, бірақ мен сені кешіремін, мен бәрін түсіндім, сол үшін саған алғыс айттым деп айтады. Бұл покаяние емес, достар, бұл бағанағыдай өзіңнің ішіңдегі уыңды, зәріңді шашып кету. Бұдан сізге де легче болмайды. Ол адамның да ақысына кіріп кетесіз. Покаяние деген, мысалға, допустим, мен бір адаммен ренжісіп қалдым. Соған ренішімді ішімде сақтап жүрмін. Шығара алмаймын, ұмыта алмаймын. Өйткені қырсықпын, тәкаппармын, кекшілмін. Жібергім келмейді, былайша айтқанда, или қалай жіберу керек екенін де білмеймін. И осы покаяние жайында естіп аламын. Сөйтсем де ауруымнан айығу үшін сол адаммен барып сөйлесуге тырысамын. Бірақ в идеале мен қалай жасауым керек? Біріншіден, бірінші шаг бағанағыдай мен мойындап айтуыма болады. Кешір, ренжіме, мен сені ренжіту үшін айтып тұрған жоқпын, бірақ оказывается, мен саған әлі күнге дейін ренжулі екенмін, өкпелі екенмін. Сол кезде мен сені дұрыс түсінбеп, маған қатты ауыр типті, менің жаным ауырыпты. Көрдіңіздер ма? Байқасаңыздар, мен стрелканы өзімен бұрып жатырмын. Менің жаным ауырды, мен өкпеледім, мен дұрыс түсінбедім, маған қиын болды деп. Сен өкпелеттің, сен емес. Мен стрелка, мен өзім жайында айтам, өзім сезімдерім жайында айтам. Бұл дұрыс вариант. Сөйтсем де айтам, бірақ осының арқасында мен мынаны түсіндім. Вот осы нені түсінгеніңізді өзіңіз үйде отырып оңаша ойланып, сол мәмілеге келу керек. Немесе бағанағыда психолог маманмен. Ең дұрысы сол. Бұл конструктивный вариантта, деструктивке кетіп қалмас үшін, ұрса төбелесіп кетпес үшін. Осы нәрсені түсіндім. Сол нәрсені маған түсіндіріп, сол нәрсені маған реттеп бергенің үшін рахмет, алғыс айту. Мысалға, мен ауруға шалдықтым, допустим, онкология. Мен қазір ракпен ауырып жатырмын. Бірақ соның арқасында, осы аурудың арқасында мен не түсіндім? Тіпті ауруға алғыс айтуға болады. Негізі білесіздер ме, кез келген аурудан құтылу үшін сол ауруға алғыс айту керек. Өйткені ауру сізді жазалау үшін келіп тұрған инструмент емес. Сізді жазалау үшін келіп тұрған бәле емес. Ауру сізге просто дұрыс емес жолға түсіп кеткеніңізді көрсетіп тұрған сигнал. Құдайдың беріп тұрған знагы. Сіз өте алмай тұрған сабақтың дәлелі. Яғни сіз бір сабақтан өте алмай тұрсыз. Бағанағы онкологияның 3 мышлениясы бойынша айтатын болсақ, 3 типі бойынша. Яғни онкология дертіне шалдықсаңыз, сіз бәлкім тәкаппарлық деген сабақты өте алмай жүрсіз. Қырсықтық деген сабақтың экзамен тапсыра алмай жатырсыз. Немесе кекшілдік деген дүниені реттей алмай жатырсыз бойыңызда. Осының дәлелі онкология. Енді қараңыз, мысалға, өзіңіз ренжіп жек көріп жүрген адамға келіп, бағанағы сезімдеріңіздің бәрін қақке шығарасыз да, кешір, жанымнан ренжімеш деп сөз айтасыз. Саған ренжіп, өкпелеп, жынданып жүріп, бәлкім мен осы ауруға шалдықтым. Өйткені онкологияға шалдыққан адам бір емес бірнеше адамға өлердей ренжіп, өлердей өкпелеп, өлердей кешіре алмай жүреді. Это факт. Одан қашпаңыздар, оны мойындау керек.
Сол өкпе реніштің арқасында иә мен осы дертке шалдықтым. Бірақ осы дерт болмағанда мен біріншіден бәлкім ізденбес едім. Психологтарға бармас едім, рухани кітаптарды оқымас едім, иә. Осы нәрселерді түсінбес едім. Өзімнің қырсықтықпен күресіп жатқанымды, өзімнің тәкаппарлықпен күресіп жатқанымды, өзімнің кекшіл, өкпешіл, ренжігіштікпен күресіп жатқанымды мен бәлкім байқамас едім. Және мен осылардан жеңіліп қалатын едім. Сіз негізі онкологияңыз жазылмай жатқанда рагыңыз жазылмай жатқанда аурудан жеңіліп жатқан жоқсыз. Сіздің тәніңіз сол қырсықтықтан, тәкаппарлықтан және кекшілдіктен жеңіліп жатыр. Осы жағдай болмағанда мен осы үш дүниемен күресіп жүргенімді білмес те едім, жеңіліп қалар едім. Саған ренжудің арқасында өзімнің қырсығып жүретін қырсық екенімді байқадым, либо кешіре алмайтын кекшіл екенімді байқап отырмын қазір. Мен өзім сезімдерімді осознавать еттім, өйткені мен психологқа бардым деп айтасыз. Либо мен не болса да бүйтіп отырам, білдіртпеймін, не болса да ішімде кетеді, не болса да айтпаймын, оған өзімнің әлсіздігімді көрсетпеймін дейтін тәкаппар екенімді байқамас едім. Зато саған ренжіп, сенімен ұрсып, сенімен жанжалдасудың арқасында мен осындай дертке шалдықтым. Соның арқасында мен сезімдерімді, ойларымды осознавать еттім. Ойландым, так, мен не сезінем вообще? Мен қандай ойда жүрем? Деген сияқты дүниелерге мен мән беріп бастадым. Сол үшін саған рахмет. Онкологиядан жазылмасам жазылмай кетейін, бірақ осы күнге дейін маған осы дүниелерді түсіндіре алмай, менің қасымда жүргенің үшін рахмет. Немесе менімен ұрсып төбелесіп жанжалдасып, маған менің осындай мінездерімнің бар екенін көрсетуге айна болғаның үшін рахмет. Бірақ мен оны бұрын түсінбеппін. Сол үшін сені кінәладым, сені жек көрдім, сені қарғадым, сіледім, үйттім, бүйттім. Сол үшін кешірім сұраймын. Кешір. Мен де былайша айтқанда өзімнің шынайы бейнемді сен арқылы, осы жағдай арқылы көре алдым десеңіз, мені шынайы покаяние. Бірақ біз өкінішке орай 99% бұндай ракурста ойланбаймыз да. Тіпті достар, біз не істейміз? Анау мені ренжітті, мынау мені сатып кетті, анау адам емес екен, анау жақсылықты түсінбейді екен дейміз да. Менікі ғана дұрыс, мені ренжітті, менің адалдығымды ешкім бағаламады, менің адамдығымды бәрі жерге ұрды, анау деп ренжіп, өкпелеп жүреміз. Бірақ өзімізге шынайы қарауға қорқамыз, немесе өзімізге шынайы қарауды мүлдем білмейміз. Осы жағынан сізге барлығын ашып анализ жасап бере алатын психолог, мамандар, психосоматологтар, сондай жақсы маманға барсаңыз, осының бәрін сізге ашып көрсету арқылы өзіңізге шынайы қарауға мүмкіндік жасап бере алады. Мысалға, маған келген ханымдармен мен осы ракурста жұмыс жасаймын. Клиенттің өзін, адамның өзін кінәлау емес, тек оған өзінің өміріндегі болып жатқан жағдайларға сырттан қарауға көмектесесің, общий картинаны көруге көмектесесің. Мысалға, сіздер мені бүйтіп, қазір бір затты көрсетейінші. Мысалғашы, сіздер мына затты былайынан көретін болсаңыздар, түсінбейсіздер мынаның не екенін, былайынан сіздерге общий картинаны көрсетсем түсінесіздер. Ал бұл пульт екен телевизордың. Бағана жақын көз алдыңызда мұрныңыздың ұшында тұрған кезде сіз оны түсінбейтін едіңіз. Негізі проблеманың 100% проблеманың шешімі жақын, мұрныңның ұшындай жақын жерде тұрады. Бірақ біз оны алыстан іздейміз. Онкология тұқым қуалайтын ауру, онкология ол экологиядан, рак ол жаңағы білмеймін. Просто рак. Менің клеткаларым мутацияға ұшырады да өз-өзін жеп жатыр. Құдайдың маған берген сынағы, мен бұл сынаққа сабырмен төтеп берем деп адамдар ізденудің орнына өзінің өлімін күтіп отырады. Жандерім, алтындарым, өлімді күтіп, сабырмен отырудың орнына сабырмен ізденіңіз. Біз паники ізденіңіз. Құранда айтқанда мен кез келген дертпен бірге оның шипасында берем деп Құдай осыны айтқан. Өйткені кез келген дертті де біз өзімізге жасаймыз, және сол кез келген дерттен де біз өз-өзімізді алып шыға аламыз. Осы тұрғыда қарайтын болсаңыз, кез келген ауруды емдеп алуға болады.
бүгін онкологиядан бастадық та осындай тақырыпқа көшіп кеттік. Айып етпейсіздер. Ақпаратты осылай бірінен кейін бірі тақырыптар ашылып кете береді. Мен басқа тақырыпқа иногда секіріп кететін бар, енді айып етпеңіздер. Барынша қысқаша сөйлеп, барынша түсінікті сөйлеуге тырысып жатырмын. ютубқа осындай қысқа форматта, ары кетсе жарты сағат, ары кетсе 40 минуттық видеолар түсірем деп шешкен едім. Сол себепті де ұзақ сөйлемейін. Жалпы онкологиялық аурудың себептерін сіздерге ашық, түсінікті түрде жеткізе алдым деген үміттемін. Біріңізге болмаса біріңізге көмегі де тиер деген үміттемін. Ендігі келесі видеода онкологиядан айығып кеткен адамдардың мысалдарымен бөлісетін боламын. Хорошо, ол біріңізге мотивация, біріңізге сенімге деген үміт, тірек болуы әбден мүмкін. Сол себепті жақсы нәрселермен бөлісе берейін, артықтығы болмаса. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.